Қайырлы күн баршаларыңызға, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге түріктің нағыз тәттісі, сасы ауызға еритін баклаваның рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Ең алдымен баклаваның қамырын жасап аламыз. Ол үшін бізге жылы сүт қажет, және бір жұмыртқа толығымен, және бір жұмыртқаның сарыуызын аламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне сұйық майымызды, кішкене шым тұзымызды және алма сірке суынан бір шай ас қосып жақсылап араластырып аламыз. Үстіне иліктен өткен ұнымызды қосып араластырып аламыз. Және де қолымызбен жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Қолға жабыспайтын, бірақ жұмсақ қамыр шығу керек. Мінекей бізде осындай әдемі қамыр шықты. Осы қамырымызды пакетке салып, 20 минут немесе жарты сағат көлеміне тынауға қойып қоятын боламыз. Енді ішіне салатын салмасын дайындайтын боламыз. Салмасымен екі жаңғақ түрін қолданатын болам. Біреуі грек жаңғағы, екіншісі жер жаңғақ түрін. Екеуін де оқтаудың көмегімен майдалап аламын. Өз қалауыңызша, сізде кофемолка болса, или блендер болса, солармен майдалап алсаңыз болады. Майдаланған жаңғағымыздың үстінде алдында алып қалған ақуызымызды салатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Мен үстіне жер жаңғақ салдым, өйткені жер жаңғақ қалып кетті. Жақсылап араластырып осындай болып шығады. Және қамырымыз дайын болды. Қамырымызды 5 бөлікке бөліп аламыз. Әрқайсысын қолымыздың көмегімен жақсылап дөңгелетіп аламыз. Көлемін бірдей қылуға тырысамыз. Дөңгелетіп алғаннан кейін керек бір қамырымызды алып қалып, қалған 4 қамырды пакетке салып қойып қоямыз. Қайысып қалмау керек. Қамырды жаятын кезде ортасына жүгері крахмал қосатын боламыз. Жүгері крахмалынан 2 ас қасық және қасына кәдімгі ұнымыздан 1 ас қасық қосып жақсылап араластырып аламыз. Осы арқылы біздің қамырымыз жұп-жұқа әдемі болып жайылатын болады. Енді қамырымызды жаюды бастаймыз. Алғашқы кезде кішкене оқтаудың көмегімен, одан кейін үлкен оқтаудың көмегімен қамырымыз жұп-жұқа болғанша жаятын боламыз. Мінекей біз қамырымызды жайып алдық. Қамырымыз өте жұқа болып шықты. Мінекей астына қойған жазуымыз барлығы көрініп тұр, оюларына дейін көрініп тұр. Енді қамырымызды қайтадан оқтауға орап алатын боламыз. Орап алғаннан кейін қолымыздың екі шетінен қамырымызды ортаға қарай жиырамыз. Мінекей бізде осындай болып шығады. Оқтаудан қамырымызды түсіріп алып, одан кейін қамырымызды осында қыртыстар кет қалмайтындай қолымызбен жайып шығатын боламыз. Қамырымызды жайып болған кейін ортаңғы шетіне бәрін жинап шығатын боламыз. Және кішкене шетін алып қалатын боламыз. Қамырымызды қазір бетін жапқанға керек болады. Енді салмасын салып шығатын боламыз. Молынан сала беріңіздер. Сонда өте дәмді болады. Салмаларының екі ортасының арасы бір саусақтай қалдырсаңыз да жеткілікті. Осылайша бәрін салып шығамыз. Енді салмамыздың бетін жауып шығатын боламыз. Ең әуелі бір шетімен, одан кейін екінші шетін соның үстіне қойып жауып шығатын боламыз. Және орталарын, айнала шеттерін осындай бір-біріне жабыстырып қысып шығамыз. Осы жабыстырған шеттерімізді одан кейін пышақпен кесеміз. Және де пышақпен кескеннен кейін осындай аралар қайтып ажырап кетуі мүмкін. Осыны қайтадан біріктіріп, келесі бетіне аударатын боламыз. Сонда біздің әдемі узоры бар бетіміз шығатын болады. Мінекей осындай болып шығатын болады. Егер қыртыстары кішкене жазылып кететін болса, қолыңыздың көмегімен қыртыстарын әдемілеп туралап жіберсеңіз болады. Осылайша барлық баклаваларымызды жасап шығамыз. Дайын баклаваларымызды енді ыдысқа қойып аламыз. Барлығын бір-біріне жақын қоямыз, қатты алыстырмаймыз, өйткені бұл көлем бойынша көтерілмейді.
осындай бір-біріне жақын қоямыз. Осы уақытта біз 82% майымызды ертіп аламыз. Ерген сары майымызды баклавалардың бетіне молынан етіп жағып шығатын боламыз. Көп жаға берсеңіздер өте әдемі болады. Барлық қыртыстарына кірген жақсы. Енді баклаваларымызды 180 градуста 25-30 минут көлеміне пісіруге жібереміз. Осы аралықта үстіне сиропын дайындайтын боламыз. Ең әуелі бізге қант керек. Оның үстіне су құйып, оны қайнататын боламыз. Қайнаған уақытта үстіне лимон шырынынан кішкене бір шай қасықтай тамызып шығамыз. Мінекей біздің баклаваларымыз дайын болды, пісіп шықты. Осындай қып-қызыл болып пісу керек. Пісіп шыққан уақытта үстіне ыстық сиропымызды құятын боламыз. Баклаваларыңыз жұмсақ болсын десеңіз, үстіне ыстық сироп құйғандарыңыз дұрыс. Ал баклаваларыңыз қытырлақ болсын десеңіздер, суыған сиропты құю керек. Мінекей бізде осындай әдемі баклавалар шықты. Енді бетіне сәндік үшін осындай грек жаңғағын сүйіп шығамын. Өз қалауыңызша басқа жаңғақ сепсеңіз болады. Және фисташка жаңғағы өте әдемі көрінетін болады. Осылайша бәріне сүйіп шығамыз. Мінекей біздің түріктің баклавасы дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер, қонақтарыңызды қуантыңыздар. Егер сізге менің видеом ұнап жатса, пайдалы болып жатса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы видеоның астына комментарий қалдырып, лайк басып кетіңіздер. Алдағы уақытта тағы дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көргеніңізге көп рахмет.